Мен өзімді көрсетіп қойып отырсың ба? Саламатсыздар ма? Шамалы күтейік, адамдар. Мен сәл кештеу келіп қалып жатырмын. Ауызашарға барып жаңа келіп едім. Кешірім өтінемін бәріңізден. Сәл адамдар кірсін, күтейік. Кеш жарық бәріңізге. Саламатсыз апай, Аманкүл апай, саламатсыз ба? Сәл күтейік, адамдар кірсін. Сосын бастап кетеміз. Ләззат, қалай жағдай? Сүйікті спонсорым менің. Бастай береміз ба? Жаймен қосыла берер, Өзім кештеу бастап қалып жатырмын. Кеш жарық бәріңізге, саламатсыздар ма? Менің есімім Гүлмира, фамилиям Алтынбаева, Қызылорда облысы, Қазалы ауданында тұрам. 5 баланың анасымын, отбасым бар. Өзімнің мамандығым бухгалтер. Қазір енді кәсіпкермін. Шамалы өзімді таныстырып кетіп жатырмын. Енді бұл инкрузисқа келу себебім менің Алла тағаланың қалауымен осыдан 2019 жылдың 29 июнь күні тіркелдім. Өзім партнер болып тіркелдім. Бұл бизнесті бастауыма бірден бір себепші болған спонсорым Қуанышева Ләззат. Біздің Ләззатты бәрі біледі. Бүткіл инкрузис компаниясының осы тең жартысынан көбі біледі десем өтірік болмайды. Өзімнің спонсорымен мақтанып та, марқайып та айта аламыз. Енді мен шамалы өзімнің келу себебімді айтайын. Райкүл деген апай бар бізде, партнер тоже. Сол кісі Райкүл апай Ләззатты таниды, екеуі сөйлесіп осы инкрузис компаниясын саламатсыз ба мүмкіншілікті ұсынған. Сол Райкүл апайдың себебімен мен Ләззатпен таныстым. Сөйтіп, Ләззат толық маған маркетингті көрсетті, мүмкіншілікті айтты. Содан енді маған айтқанда да жеткізіп айтты. Бірден кәдімгідей енді 100% болмаған, мен 80% маған түсінікті қылып айтқаннан кейін мен осылай өзім тіркелдім деп ойлаймын. Өзім алдында 2006 жылы мен өзім Тяньшиға тіркелгенмін. 2006 жылдан бастап сол сетевойда келе жатырмын. Бірақ басқа компанияларға бұлай кіріп, тіркеліп, жұмыс жасаған жоқпын. Осы инкрузис компаниясының алдында Тяньшида болдым. Сөйтіп, осы Ләззаттың несімен, себебімен компанияға тіркеліп, маркетингті түсініп бірден. Маркетинг ұнады бірден маған. Бірақ бірінші айтқан кезде маған путешествие онша білмеймін, неге екенін маған неме кірген жоқ. Енді біздер өзіміздің қазақ майлығымыз ба, бірден екінші орынға қойдық. Ал қазір маған путешествие, круиз қызықтырып, осы күні өте қызықтан да күннен күнге жақсы болып келе жатыр. Енді біздің Қазалыға келгеннен кейін осы жерден бір ветка ашам деп, давай жұмыс жасақ, көп ойланбаңыз деп Ләззаттың несімен
адамдарға барамыз, бірден енді жаңа қалай өзім жұмыс жасағанымды айтайын деп жатырмын. Адамдарға барамыз, айтамыз, қасында отырам, Ләззат маркетинг айтады, түсіндіреді, тіркеледі, түсіндіреді, тіркеледі. Сонымен жақсы жұмыс жасадық. Бір айдың ішінде маркетинг директор жабуыңыз керек деді маған. Сосын мен енді өзімнің шамам келгенше адамдарға апарып, таныстырып, осы кісі жасайды деген адамдарға алып бардым. Біздің Қазалы енді сеттесе бірінші жақсы жұмыс жасайтын жер, жасыратыны жоқ. Қызылорда облысы бойынша біздің Қазалы сетевой маркетингті жақсы меңгерген. Сөйтіп, ең бірінші Райкүл ападан кейін Ғали апай тіркелді бізде. Ол кісінің да өзімен өзі бөлек жеке тұлға, сетевичка. Ол кісі де осы Қазалыда бірінші Арифлейм компаниясынан лидер болған кісі. Сөйтіп Ғали тәте тіркелді. Одан кейін Шаки деген бизнес ледиіміз бар, сол кісі тіркелді. Мен өзім бірінші пятеркамды айтып жатырмын. Сөйтіп Альмира деген қыз тіркелді. Сөйтіп мен безоплатка жауып, ары қарай быстрый старт істейін деп жұмыс жасап кеттім. Сөйтіп 29 июнь күні тіркеліп, 30 июль Ләззат өзінің туған күніне қарамастан апай жабуыңыз керек деп осы сол күні директорский жаптық түнгі сағат 2-де ішке қарағанда. Сонда айтам, мен толық түсінбегенмін ғой, қанша маркетинг ақшаны көріп тұрмын, бірақ толық түсінбегенмін ғой. Ләззатқа айтам, Ләззат шаршап кеттім, бұлай да болмай-ақ қойшы, директор келесі айда болам ғой деймін. Қазір сол өзімнің айтқаныма күлкім келеді. Сөйтіп, өзім ары қарай жұмыс жасап, үйреніп, қанша сетте жұмыс жасағанмен де біз онлайн білмейміз ғой. Кабинетке кіруді, қалай регистрация жасауды, соны мен еш нәрсені білмейді екенмін. Даже мына телефоннан статус қоюды білмейді екенмін. Сол жаймен үйреніп, статусқа инкрузистің кемелерінің суретін қойып, сөйтіп үйрендік. Үйде өзімнің қызым бар, 9-шы класс оқитын Үміт деген, көбіне сол нені жақсы біледі, телефонда нені үйретті, өзім қасыма көмекші болып. Солай жұмыс жасап кеттік. Қазалыдан адамдарға айта бастадық, бәріне біріншіден, бірақ круиз ұнады көбіне. Сөйтіп Ғали апай безоплаткасын жапты, Шаки безоплаткасын жапты. Сөйтіп бізге Аманкүл апай келді, осы жердегі біздің ауылда ағылшын пәнінен сабақ береді. 3 тілді қатар меңгерген апай отыр осы жерде. Ұлан отыр. Енді фамилиялары көріліп тұрғандарды айта берейін. Алтынкүл Құрақбаева деген лидеріміз бар. Ол да ағылшын пәнінің мұғалімі 70-ші мектепте. Енді біздің осы менің командамда өте керемет әрқайсысы жеке тұлға лидерлер келген. Жақсы жұмыс жасап, жақсы жетістікке жетеді деп бәрінен үміт күтемін мен. Біреуі апа, біреуі сіңілі, өзіміз туысқандай бір ауылдың адамы болғаннан кейін. Сырттан да тіркелген адамдарымыз бар. Шымкенттен Ұлан бар, Қызылордадан бар. Сөйтіп, біраз командамызға адамдар келді. Сонда мен Ләззатқа айтам, ақшаларды шынымен де алам ба деймін. $1000, $1500 деп счетыма түсіп жатыр да ақша. Сосын ақшаларды алам ба десем, Ләззат аласыз дейді. Сонымен карточка заказ беріп, карточкам келіп, бірінші немді мен теңгемен алдым. Каспий Голдқа не қылып, аударып, 585 мың теңге снимать етіп алдым. Қызылордадан барып. Сөйтіп, шамал ақшамды қалдырдым, карточкам келгеннен кейін доллармен снимать етейін деп. Карточка келгенше тағы да жұмыс жасап, карточкадан $1500 снимать етіп алдым. Видеоларым бар, сөгейде түскен. Сол ақша ең бірінші адам тіркеп, сол адамды шақырғаныңыз үшін компания $50 береді, сол $50 көрсетіп мен жұмыс жасадым. Енді бұл компанияның маркетингі өте керемет ұйымдастырылған, өте керемет ойластырылған. Шақырған адамға да, спонсорға да екеуіне ыңғайлы, екеуіне де өте керемет. Ғали апай қалай тіркелді. Ғали апайға біздер 2 рет бардық, 1 рет бардық. Сонымен мен не қылмайым, тіркелмеймін. Өзім алдында бір компанияда тіркеліп, жауып қалып, жамағатты болатын жағдайым жоқ деп, сөйтіп қайтарып жіберді бізді. Маркетингті айтайын деп отырмын, Ләззат Ғали апайдың тіркелгенін айтып отыр, айтып өтейін.
сөйтіп екінші рет бардық. Екінші рет барған кезде шамалы тыңдады Ғали апай. Үшінші рет барған кезімізде ол кісі тек қана круизге қызықты. Өзі кәсіпкер, өзі оң қолынан өзінің несі өнері тамған, сондай өзінің кәсібін дөңгелетіп жүрген апай. Осы Қазалыдағы ол кісі өзінің баласы бар, Нұртілек деген. Нұртілекті бұрын Венгрияға жаңа өлең айтады баласы, соған шақырған кезде бара алмай қалып едім деп, осы жерден мына жерде маған мүмкіндік бар ғой деген ой пайда болды. Қыздар қандай нәрсе неше теңге төлеу керек, тіркелейін деп сөйдеді. Сонымен біз маркетингті түсіндірдік те, ол кісі тоқтай тұрыңдар, мен 5 адамды дайындап алайын, содан кейін барып тіркелем деді. Сосын Ләззаттың өзінің принципі бар, тіркелмеген адамның адамына барып маркетинг айтпайды ол. Сонымен апай сіз өзіңіз тіркеліңіз, әуелі содан кейін барып айтамыз деп еді. Сонда Ғали апай айтады, мен ақшамды қолыңа ұстап тұр, сосын мен бір 2-3 адамды тауып алайын, содан кейін тіркелем деп. Жоқ деп, сол Ғали апай өзі тіркелді. Өзі ізінен адам ерген адам деген өзі жақсы ғой. Ғали апайдың ізіне біраз адамдар тіркеліп, Назым апайды келді, Амангүл апай келді, Гүлсім апай келді. Бізде Сарсемкүл деген апай бар. Үлкен күшті, керемет, әрқайсысы өзі орны бар. Сондай керемет апайлар тіркелді. Сон жаңағы ақшамды қолымда ұстай тұр деп жатыр ғой, соны айтып жатыр Ләззат. Мен ақшамды берейін дейді, $295, 115 мың теңгені. Сен қолыңда ұстап тұр дейді, мені тіркелді деп. Мен 5 адамды тауып алайын, содан кейін барып тіркелейін дейді. Ол кісінің өз жүрген жерінің бәрі сондай бір история, бүткіл оқиғасының бәрі. Содан кейін бізге Қызылордадан Перизат келді, Алматова, спонсорымыз Гүлмира Нарматова келді. Бұл жерде командная работа, бір жақсы жері. Мысалға сізді тіркеп алады да, содан кейін кетіп қалмайды. Сен қашан 5 адамыңды тауып, безоплаткеге шыққанша спонсорлар барлығын үйретеді бұл жерде. Адамға қалай информация беру керек, маркетингті қалай айту керек, адамға қалай айту керек, қандай адамға қалай айту керек, бәрін бұл жерде жақсы жері обучение бар екен. Обучение өте мықты екен. Маған сол ұнады. Сосын адам кәдімгідей өзгереді екен. Мен сенбейтін едім адам өзгереді дегенге. Сетевой маркетингке келген кезде, мысалы бұрында да сетте жүрміз ғой. Бұл жердің обучениесі өте басқа екен. Адамдары өте керемет. Сондай, мысалға, қазақ айтады ғой, жақсылығыңда жақсылық болып келеді, жамандығыңда жамандық болып келеді дейді ғой. Бұл жерде тек қана жақсылықты айтады екен бәрі. Сосын бір-біріне көмектесіп, бір-бірінің сөзін жерге тастамай, сондай біздің спонсорларым Қызылордада өзі 3-4 ветка бар жұмыс жасап жатқан. Соның ішінде бір-біріне жүгіріп, бір-біріне көмектесіп, басқа қалада тұрса да келіп жұмыс жасап жатқан осы біздің ветка. Айнұр Боранбаеваның, Нұргүл Наметованың веткісі. Енді керемет компанияға тіркелдік. Өте болашағы өте зор бұл компанияның. Енді компания туралы айтатын болсақ, бұл жаңағы кейбіреулер айтады ғой, пирамида, лохотрон деп айтады ғой. Бұл пирамида, лохотрон деген Америкада оларға жаңағыдай нелер банктермен долларға отырып пирамидалар өте жұмыс жасамайды. Сосын регистрациясы да өте бір не болады, шамалы затемненный болады. Ал бұл біздің Майкл Хатчин өте керемет, өте білімді, өте жан-жақты халыққа болсын деп солай ұйымдастырылған бизнес екенін өзінен доказать етеді. Ол кісінің бірде-бір судебный делосы болмаған. Жаңағы шетелде репутация дейді ғой, репутациясы түспеу керек адамның. Бір рет сіз уже репутация түсті ма, ол қайтадан уже восстановить ете алмайды оны. Сондай өте несі, өте мөлдір прозрачный бизнес дейді ғой, сондай бизнес біздің. Енді күшті үлкен чектерге ие болып жатқан көзіміз көріп отыр спонсорларымыз бар. Мысалға, Ләззат Қуанышева біздің сеньор маркетинг $1000 айлық алады, пассивкісімен $1500. Перизат, Гүлмира $2500 региональды директор болып отыр. Айнұр Боранбаева, Нұргүл Наметова, Гаухар Айбарова $10,000 айлық алады. Нұргүл Наметова $5000 айлық алады. Кәдімгі көзбен көріп, қолмен ұстап жүрген ақшаларын айтады олар. Басқа компаниядағыдай жилищный программа, автомобиль программа деп жоғарыда көрінбейтін ақшаларды айтпайды да бұл жерде.
кәдімгі мына адамды шақырсаң уже сізге мгновенный бонусы түсіп жатыр. Екінші адамды шақырсаңыз тағы да $60 түсіп жатыр. Енді бұл жерде маркетингті айтпай ақ қояйын, басқа өзіміз компания туралы айтайын дегенмін бүгін. Сосын мотивация туралы айтайын деген өзімнің мақсатым. Менің мақсатым ары қарай менің мақсатым бұл жерде 7 қадам бар ғой. Маркетинг директор, сеньор маркетинг директор, аймақтық директор, ұлттық директор дейма, национальный директор. Қазір бізге қазақша сөйлеңдер деп жатыр сондықтан. Енді әрі қарай сол қадамдарды алу менің алда қойған мақсатым. Мысалға, мен неге басқаның жасап жатқан, неге маған жасамасқа, неге басқалардың алып жатқан ақшасын мен де неге алмасқа, неге менің балдарымды шетелге барып, менің де балдарым күшті, керемет, сондай несі, көзқарасы жоғары болып, неге солай болып өспеске деп, мен де өзіме сондай цель қойдым. Сөйтіп, ары қарай жұмыс жасадық. Өзімнен кейін бір быстрый старт маркетинг директор шықты Ғалия тәте. Сөйтіп күшті жұмыс жасадық. Январь айында Алла тағаланың қалауымен біз Анталияға 5 күнге компанияның 4 жылдығына барып қыдырып қайттық. Мысалға мен даже Сарыағашқа да жаңа орғанда бармаған екенмін. Оған барам деп те ойламаған да екенмін. Енді Алматыға, басқа қалаларға қыдырып барып жұмыс, бірақ саяхаттайын, я бір қыдырайын деген ондай менде не болмаған екен. Балалар оқыды, не қылды, 3 қызым тұрмыста, үйде 2 балам бар. Сол адам тіршілік қой, қазақ деген тіршіліктен жүре береміз, өзімізге мән бермейді екенбіз. Бұл жерде адам өзі жеке тұлға болып қалыптасады екен. Енді ол Анталияға барғандағы күшті керемет жерлерде болып қыдырғандарымыз, ол өз алдына бөлек бір күн айтатын тема. Шаки Аскарова, Шакизада, сосын Ғалия тәте үшеуміз сөйтіп неге барып қайттық Анталияға. Осы инкрузистің күшті лидерларын көрдік. Салтанат Шаймарданованы көрдік. Мен өзім арман дәптеріме жазған кезімде жазып қойған екенмін. Салтанат Шаймарданованы көріп, қолынан алып, сосын суретке түссем деп армандап жазып қойған екенмін. Мысалға сол армандарымды орындалғандарын сызып қойдым. Гүлмира, интернет нашар дейді. Сөйтіп, сонан кейін мынау карантин деген келіп қалды ғой, енді уақытша жағдай бұл, енді бұдан да өтер кетер аманшылық болса, енді алдағы уақытта жұмысымыз жақсы жүреді деген жаңа күннен жақсы үмітіміз бар. Менің командам өте керемет команда, жақсы адамдар тіркелген, и спонсорларымыз да жақсы күшті адамдар. Біз енді болашағымыз өте жақсы болады деп мен үміттенемін өзім. Енді круиз туралы айтатын болсақ, бұл круиз деген мен әр видео көрген сайын, біреу круизді айтқан сайын, мен сол лайнерге мінбесем де, лайнердің ішінде жүргендей болып сезінемін өзім. Апрельдің 8-і мен 13 аралығында бронь жасап қойғанбыз біздер. Бірақ жағдайға байланысты атмен жасап тастады. Атмен жасаған кезде де бізге немізді, круизный долларларымызды кабинетке қайтарып берді. Мысалға, кейбір адамдардың виза жасаған ақшаларын да қайтарып беріп жатыр. Авиабилеттерді де қайтарып беріп жатыр. Сосын мен декабрьдің 6 мен 13 аралығына жолдасыма, ұлыма, үшеумізге Араб Эмираттарына бронь жасап қойғанбыз. Енді Құдай қаласа соған барамыз ба деп отырмыз. Баламның арманы лайнерге. Үлкен қайық дейді менің балам. Үлкен қайыққа қашан мінеміз дейді. Мен айтам, лайнер деп айт деймін. Сонымен үйреніп келе жатыр. Отбасында енді бірінші Алла тағаланың қалауы, Алла тағаланың жаңағы берген нәсібі. Екінші, өзім жолдасыма рахмет айтам. Ләззат білет, көрді, өзім рұқсат сұрап, ер адамны шамалы рұқсат сұрап, риза болып отырған жақсы ғой үйде. Мынау бір жақсы бизнес екен. Ләззаттың да өзінің бір сөзі түзу, адамға бір адамның ыңғайын тауып, несін түсініп сөйлейтін спонсор ғой. Өзі бірге отырып, Құдай қаласа бірге отырып, сөйтіп сөйлесіп, мына бизнесті мен жасайын, жақсы нәрсе екен, жақсы жаққа қарай өзгереді екен. Біз бүткіл отбасымызбен саяхаттасақ, ақша тапсақ, жақсы жаққа қарай өзгерсек, одан артық бізге не керек деп, әлде де жолдасым қолдап отырады. Не қылдыңдар, адам тіркеп жатсыңдар ма, жұмыстарын қалай жүріп жатыр деп кеше
кеше жаңағы марафон плюс одинге кіре алмай қалғанымда бір адам тіркей алмай қалдың ба, не қылдың деп, мысалға оның өзі де маған поддержка. Мысалға үйде бір адам отырып кері тартып, анда кеттің, мында кеттің, анда бардың, мында бардым деп отырса, мүмкін мен бұлай жұмыс жасай алмайтын шығармын. Алла тағала мыңда бір шүкір деп айтам. Енді тағы да айтам, алдағы жақсы күндерден үмітіміз бар. Жақсы, күшті, керемет боламыз деп ойлаймын. Иә, Құдай қаласа мінеміз лайнерге. Иә. Мен маркетинг жапқаннан кейін $1000 ақшаға шықтым деп, жаңа 585 мың теңге ақшаны алғаннан кейін жолдасым айтады, ләззат ба, мен былай екенмін ше, адам біреудің энергиясымен жұмыс істейді екен бірінші кезде. Мен мысалға ләззаттың энергиясымен жұмыс жасадым, сосын ақшаның энергиясымен жұмыс жасаған екенмін. Қазір қарап отырсам ше, ақша түседі, не қылады, адамдар біреу отказ береді, біреу деп жақсы деп мақұлдайды, біреу мысалға бізге сеніп келеді, осы қыздар жоқ енді деп. Сөйтіп күшті қайнаған адамдар не қылып тіркеліп жатқан кезде күшті жұмыс жасадық та, енді мынау коронавирустың кезінде тоқтап қалғасын, бір соққа алғандай болып, кәдімгідей тоқтап қалып отырмыз. Енді Құдай қаласа 11-де ашылса, енді ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз деп ойлап отырмыз. Сонда жаңа күйеуім айтады, Ләззат кетіп қалса, мен де демалып қалам ғой. Сол айтады, Ләззатқа звондаймын қазір дейді. Саламатсыз ба? Менің жасым 50-де, 5 балам бар, отбасым бар, жолдасым, 3 қызым күйеуде. Үйде бір қызым бар, 9-шы класс оқитын, бір ұлым бар, 2-ші класс оқитын Даниял деген. Сол балаларымды осы круизге алып барсам деген арманым бар. Сол бір жағынан сонымен де келгенмін осы жерге. Енді Бақыт Алтыбаев, Бақыт, қалайсыз, жақсысыз ба, Бақыт, амансыз ба? Енді бұл жерде мен көбіне спонсорларым туралы айтқым келеді. Командам әрине мыңда бір алғыс, команданың арқасы, бірақ біздің спонсор қыздарымыз өте керемет. Немерем бар, Құдайға шүкір, 5 немерем бар, 6-шысын күтіп отырмыз. Бір қызым Қызылордаға күйеуге шыққан тұрмысқа, бір қызым осы Қазалыда, бір қызым Сарыағашта тұрады. Құдалар бәрі Құдайға шүкір жақсы. Өзім қай жерде де Алла тағала жақсы адамдарға кездестіре гөр деп қай жерге барсам да, қандай жағдай болса да, Алла тағала жақсы адамға кездестіре гөр деп тілегімізге берген шығар. Құдаларымыз да жақсы. Рахмет. Неге нотып қалай отыр? Сообщениелер келіп жатыр ма? Сол ары қарай сөзім жалғастырайын. Бұл жерде біздің спонсорларымыз өте мықты. Мен өзім мысалға, мен тіркеп, мысалға Ләззат кетіп қалса, басқа қалада, бұрын басқа қаладағы спонсорларға тіркеліп, басқа сеттерде жұмыс жасадық қой. Мысалға, ол жерде ешқандай мен мысалға жетістікке жеткен жоқпын. Көп болса бір 6 ай тұрады, я бір жыл тұрады, сондай сеттерде жұмыс жасадық. Бірде екілі ақша алып, жаңа салған ақшаңды кетіп қалады кейде. Телефон даусын жап дейді. Сондай, бұл қай жерде де мысалға спонсорға байланысты екен. Кішкентай нәрсені үйретіп, Айнұр, Боранбаева, Айнұр, Нарматова, Гүлмира, Перизат, Алматова, күн болсын, түн болсын, мысалға ешқандай ренжімей, ешқандай қабақ шытпай, біздің білмей атқан жерімізді түсіндіріп, мысалға мен маркетинг директор жапқан кезімде, $1000 ақшаға шыққан кезімде мен кабинетке кіруді білмейді екенмін. Қалай кабинетке? Ләззат айтты, сіз өзіңіз үйреніңіз деп. Сонда кей кезде түсінбей атсам, енді командаға адам тіркеліп, мен мысалға мен кабинетке кіре алмаймын деп отырсам болмайды ғой енді. Уже мен өзім үйренуіме тура келді. Сол кездері ешқандай түн болсын, күн болсын, надай болады. Гүлмира апай надай болады, надай алған надай боласыз. Видеозвонокпен мына жерін басасыз деп ше, мысалға соның бәрін үйретті. Кәдімгі 1-ші классқа барып, әліппені үйрендік біздер. Одан кейін мен деген даже Америкамен служба поддержкамен сөйлесіп, соны өзімнен тыс болып атқан нәрселер сияқты да, бір өте тез болып атқан сияқты бір. Қазір қарап отырсақ, мынау компьютер заманы деген заман алға қарай өте тез дамып кетіп бара жатыр екен ғой. Соның заманның ағымынан біздер қалмауымыз керек екен. Мысалға
Саламатсыз ба? Сәлем Бақыт Мырза, қалай жағдайыңыз? Рахмет. Сонымен компьютерді үйренуіміз керек екен, сотканы үйренуіміз керек екен, интернеттен. Мысалға, мінекей қазір мен бірінші рет прямой эфирға шығып отырмын, бұрын соңды прямой эфирға шығып көрген емеспін. Осының бәрі мысалға жетістік деп ойлаймын. Алға қарай біздің жылжып жатқандығымыз бір орында тұрмай, карантиннің бір жағынан пайдасы да тиіп жатыр. Осындай мысалға прямой эфирға шығып, мінекей Алланың қалауымен сіздермен сөйлесіп отырмыз. Бұл жерде көп ешкім жоқ, өзіміз көбіне. Иә, бөтен ешкім жоқ, өзіміз. Енді артық ондай артық кемі болса кешіресіздер, бірінші рет прямой эфирға шығып отырмын. Иә, Америкамен сөйлесіп, Айнұр айтады, оператор алған кезде не деп айтам деймін. Russian speaking, Russian деп айт дейді. Сөйтсем, ар жағынан уже орысша перевод береді. Сөйтіп орысша сөйлесіп, жаңағы немізді Пайнерден одобрениені сөйтіп алып, содан кейін барып карточкамызға ақшамыз түсіріп сөйтіп алдық. Бұның бәрі жетістік деп ойлаймын. Біздің жетіліп келе жатқанымыз, алға қарай ұмтылып келе жатқандығымыз деп ойлаймын. Енді мысалға менің өз ойымша адам жаңағы айтқандай біреудің энергиясымен жүрмеу керек екен. Біреудің энергиясымен жүресің, ол да керек, спонсордың несі. Бірақ адамның бойында өзіңнің энергияң жоғалмау керек екен. Өзіңнің энергияң постоянно тұруың керек екен. Иә. Мен Ахметбек Нұрсила ағаның, сосын Аманжол Рысмендиевтің сабақтарына қатысам. Сонда айтады, адамда энергия болу керек екен. Энергиядан нәтиже болу керек екен. Сосын духы түспеу керек екен адамның. Орысша айтады ол. Бірақ адамның бәрінде де мужской энергия болады екен, женский энергия болады екен. Қорыққан кезінде мысалға энергия қашып кетеді адамнан. Қорықсаң энергияң қашып кетеді екен де, сол кезде өзіңнің духың мықты болып тұрса, адамның энергиясы бойында тұрады екен. Мысалға бір сұрақ қойған кезде біз соған дайын тұруымыз керек екен. Сол адамның сұрағына 100% жауап беру үшін, оны дайын болу үшін біз осылай оқып жетіліп тұруымыз керек екен. Интернеттен. Сәлем. Сосын мысалға арман деген, мысалға арман жаз деп айтады ғой дәптерге. Арман деген адамның өзінің басында жүру керек екен. Өзінің басында постоянно тұру керек екен. Осындай арманым бар, осындай арманға жетуім керек деп. Бірақ егерде жаңағы ол арманыңыз орындала қоймаса, оны бір қатты жаңағы не қылып, без фанатизма дейді ғой, без фанатизма мешітше дейді ғой, ол әйтеуір бір күні Алланың қалауымен ол орындалады, ол арман. Сондай өзіміздің арман мақсаттарымызды бүткіл жаңағы сұрағымызға жауап алатын компанияға келдік деп ойлаймын. Қанша минут болды, Ләззат? Кім? Үміт? Әлі уақытымыз бар ма? Мен өзім кеш келгесін. Енді біздің командадағы адамдарға, командадағы өзіміздің әріптестерімізге, партнерларымызды айта кеткім келіп отыр. Осы жерде бағана айттым, өзімнің пятеркам Ғалия тәте, Райкүл апа, Альмира, Шаки, Мөлдір деген өзім келінім бар. Одан кейін Сәрсенкүл апай өте керемет үлкен, өзі пенсияда болса да, осы жерде өзінің үлкен арманы бар. Немерелерін апарақсы келеді круизға, Европаға барғысы келеді, ол кісі Дубайға барғысы келеді, осы немен уақыт бар екен. Сәрсенкүл апай өте керемет, осы біздің командада ең үлкен апайымыз. Ол кісі карантин болғаннан кейін шамалы неғып отыр. Ол кісі демалмайды, телефон береді маған адамдардың, алып барады, мені шақырады, осындай жерде осындай адам бар деп. Аманкүл апайымыз біздің өзінің қазір ертең жақында Құдай қаласа пенсияға шығады, содан кейін осы бизнесті жасаймын деп. Өте біздің активный партнерларымыз. Алтын Құрақбаева, ол өзі самостоятельный, осознанный дейді ғой, осознанный біздің партнеріміздің бірі Алтын Құрақбаева. Өзімнің прямойда Алтынкүл Шорабаева деген өзімнің құрдасым бар. Шымкенттен, Түркістаннан, Қызылордадан, Тараздан тіркелген нелеріміз бар, партнерларымыз бар.
пробелдеріне бұрын жасаймыз. Иә, Құдай қаласа. Енді сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер маған. Осылай үйренеміз ғой енді. Нарматова Гүлмираға ұқсасақ күнде 2-3 рет, 3-4 рет прямой эфирға шығатын боламыз, Құдай қаласа. Аманкүл апай, сіз қашан шығасыз? Аманкүл апайды жазып қой, Ләззат. Осы неге? Рахмет, Айгүл. Біздің енді әркімнің өзінің бір келген командаға келгенде бір историясы болады ғой. Біздің партнерларымыздың әрқайсысы бір өздері бір бөлек тема. Бәріңізде де сондай шығар. Кейбіреулері күлкілі, тіпті кейбіреулері кәдімгідей жаңағы бір кинодағыдай есте қалатындай жағдайларда тіркеледі. Енді олардың бәрін келесіде айтамыз. Әрине, сіздермен бірге отырып сөйлескеннен кейін прямой эфир әрине күшті екен. Ондай бір қатты жаңа неғылатын ештеңе жоқ. Мен мысалға мен өзім маркетинг айтқанда да, біреуге барып компанияны айтқанда да мен өзім көп дайындалмайды екенмін. Бүгін де мысалға жасыратын жоқ, дайындықсыз келдім. Өзім ауызашардан жүгіріп келдім де, Ләззатқа айтып едім, ертең өткізсе қалай болады деп едім. Жоқ, бүгін өткізесіз деп сонымен ана үйден рұқсат сұрап шықтым да. Ал дайындалып өткізсем, мүмкін бұдан да күшті болар ма еді деймін да. Енді кешірім өтінем. Кәдімгі өзіміздің енді маркетинг, история, круизді айтам ғой дедім де, келгенше ойланып келдім. Прямой эфирге шыққан өте керемет екен. Бәріңіз де шығыңыздар. Осылай үйреніп, өзіміздің арамызда үйренеміз де, сосын бұрттемға шығамыз, Құдай қаласа. Менен көбіне сұрақ сұрайды да, мысалға сіз жаңа тіркелмеген адамға барған кездері қалай айтасыз дейді да. Мен айтам, бірінші барамда өзім қалай кірдім, қалай осы бизнесқа келдім, қалай адам тіркедім, қалай маған сол адам шақырғаным үшін ақша түсті, мен соны айтам мысалға. Соны айтам, қалай шақырасыз деп сұрайды да көбіне менен. Сосын мен сол бастап айтам, жаңа Ләззаттың келгенінен бастап айтам. Ләззатқа бірінші маркетингті айтқан кезде Ләззат өзінің маған видеосын жіберді, неден Народный банктан ақша алып жатқан видеоны көрген кезде мен ойланып қалдым. Мынау қалай Народный банктан, мысалы бірінші санатты банктан ақша алып тұр, еще доллармен алып тұр. Бұл аржағы бір жаңағы тұрақты нәрсе ғой деген бір ой келді маған. Бірінші келген ой солай болды. Сөйтіп мен әрі қарай сұрап, компания туралы сұрап, клиент шақырған кезде барып бірінші компанияның жаңа легальный екенін айтам мен біріншіде. Мысалға темір жол қатынасы, әуе қатынасы болса, бұл су қатынасына байланысты ашылған бизнес деп айтам. Қазір $300 айлық алам, маркетинг директорым. Құдайға шүкір. Сосын круизде болған спонсорларымызды айтамыз. Барып келген, мен енді өзім әлі круизге барған жоқпын, бірақ енді Гүлмиралардың айтып жүргеннен, Перизаттың барып келгеннен, Ләззаттың барып келген круизда болған нелерін, оқиғаларын айтып, сол ненің лайнердің ішінде жүргендей айта берем. Сосын жаңағы өзімнің тапқан ақшаларымды айтам. Енді мен декабрь айында жаңағы не келеді ғой, отчет келеді ғой әр жылдың. Сол кезде маған 29 июньда тіркелдім. Мен декабрьдің 29-на дейін мен $5200 айлық алыппын осы компаниядан. Сондай маған неме почтама сондай не келді, отчет келді. Әр жылдың соңында келіп тұрады екен. Одан кейін де январьда, февральда, одан кейінгі 2020-да да ақша алып жатырмыз, бірақ ол 2019-дың отчеты. Кәдімгідей жаңағыдай бір әспеттеп, әдемілеп, мындай болғанда надай боласын деп олай айтпаймын. Кәдімгі адамдар қалай келіп жатыр, адамдар қалай тіркеліп жатыр, соны айтам.
ана жерде мынандай адам мынандай ақша алып жатыр деп, мысалға Бақыт Алтыбаевты айтамын, Раушанды айтамын, Айнұр Боранбаева, біздің мысалға өзімізден параллельный веткадан соларды айтамын. Енді өзіміздің спонсорларымыздың өзіміздің немізді біледі ғой бәрі, көпшілігі. Сосын Анталияға барып келгеннен кейін мысалға менің туысқандарым да нелерінде басқаша қарай бастады осы бизнесқа. Бұрын енді жалпыламай қарайды ғой, не ғой, компания ғой, бір компанияға кірген ғой деп қарайды да, ал мынаған кіріп мынада ақша алғаннан кейін уже мен өзім байқамағанмен сыртқы келбетінен, сөйлегенінен уже белгілі болып тұратын болған ғой. Мына жер жақсы ау деймін, ақшаны шын береді ме екен деп мысалға бұрын соңды айтқан кезде тыңдамайтын адамдар қазір көңіл бөліп жаңа беті бері қарап келе жатыр. Ертең сол адамдар бәрі тіркеледі. Сосын бірнеше жері отказ, возражение дейді ғой. Отказға содан адам әрі қарай дамиды екенсің бұл жерде. Қытайлар айтады екен, егер де сіз өмірде кедергі кездестірмесең, сенің өміріңде кедергі, қиыншылық болмаса, значит сен әлі дамымағансың. Сол кедергілер арқылы адам дамиды екен. Мысалға маған біреу менің кемшілігімді айтып, я бір дұрыс емес жерімді айтса, мен қуануым керек екен соған. Біздер қазақтар айтады ғой, нең бар сен, мен өзім білем ғой деген сияқты. Жоқ, олай емес екен. Қайта ол сенің жаңағы неңді, қателігіңді айтып тұрған адамға сен рахмет айтуың керек екен. Благодарю деп айтады дейді ғой бізде, мысалға сондай, сенің осы мен айтқаныңа рахмет деп. Одан біз әрі қарай дамымасақ, одан жаман болмайды екенбіз. Сондай жаңа компанияның обучениесінің кереметтілігін адамды әрі қарай дамытатын, жоғары қарай, алға қарай жетелейтін несін айтқым келіп отыр. Сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер, тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Ә, 1987 жылы бітірдім мен мектепті. Сол мектепті бітірген жылы Қызылордадан Алматыға дейін самолетпен ұшып барғам. Содан кейін самолетке мінбеген екенмін. 30 жылдан кейін осы кеше 2020 жылдың январында Анталияға барған кезде міндім мен. Пойызбен немен қыдырып жүрміз. Осы мысалға инкруизтің арқасы сол. Анталия, Алматыдан Стамбулға дейін самолетпен бардық. Стамбулдан түсіп Анталияға дейін самолетпен бардық. Қандай күшті, керемет, құрмет көрдік мысалға. Сонда Ғалия тәтелер айтып жатыр, біздер 25 жыл жұмыс жасаған екен ол кісі больницада. Мен 25 жыл жұмыс жасағанымда маған 1 грамот берсе берген шығар дейді мысалға. Мен одан артық кемеден құрмет көрген жоқпын дейді. Ал бұл жерде сен Гүлмира мына жерден ақша тап, мына жерден алға қарай дамисың. Мына компанияның 4 жылдығы болып жатыр. Неңді самолетке билетіңді алсаң болды, 5-звездочный отельде барып 5 күн демаласың. Ішетін тамағың бәрі күшті, керемет, әшейін жатар орның, әшейін қаншама адамдарды көріп жатырмыз. Мысалға сол жерде Салтанат Шаймардановадан бастап қаншама лидерлерді көрдік. Мысалға психолог Гүлназ Мусинаны көрдік. Озеровтың сабағы болды, мысалға соған қатыстық. Соның бәрі өте керемет емес па, мысалға кинодағыдай дүние ғой. Кәдімгі Раиса Сандольскаямен бірге сөйлесіп, көріп, мысалға суретке түстік. 82 жастағы үлкен апа, сонымен де бірге болдық, мысалға сөйлестік. Сол кісі айтады мысалға, мен $100 айына сала беруім керек па круизге барғанша дейді. Аманкүл апай, сіз осы кезде бронь жасап қойсаңыз болады. Енді ләззатпен ойласып, қай кезге бронь жасаймыз. Сосын кеше мысалға март, апрель, майдың айларын компания өзі кабинеттен жазып, қазір аннулировать етіп, жағдайға байланысты сондай көмек беріп жатыр. Сөйтіп айларыңызды шегересіз, сөйтіп арман қарай дальше саласыз. Сіз $100 сала бермеңіз, сіз информация айтыңыз, ертең Құдай қаласа 11-нен кейін адамдарыңызға барайық, адам шақырыңыз, безоплаткаға шығыңыз. Бұл жерде $100 сала бер деп айтпайды ғой. Сіз $295 мен тіркеліп, партнер болып тіркеліп отырсыз. Партнер болып тіркелген кезде компанияда шарты болады адамның. Сен 5 адам шақыр дейді.
5 адам шақырса, сен круизге әшейін барасың дейді. Сізде 5 адам шақырмағаннан кейін сізге $100 айына счет келіп тұрады. Егер сіз 5 адам шақырсаңыз, сіз безоплаткаға шығасыз да, сіз ақша салмайсыз ешқандайда. Мен мысалы бір рет салдым $295. Содан кейін өзімнен кейінгі шақырған адамдарым активный болып тұрғаннан кейін мен ақша салып отырған жоқпын. Сондай керемет мүмкіндік бар бұл жерде. Круизный доллары деген счет бөлек, кәдімгі личный кошелек, өзіңіздің карточкамен алатын ақша түсетін жер ол бөлек. Бізде көп партнерлар қанша маркетинг айтқанмен де, олар өздеріне керек болғанша, олар неғылмайды, тыңдамайды толық. Тыңдайтын шығар ғой, бірақ енді түсінбейді да, сол үшін біз қайта-қайта айта береміз. Аманкүл апайдың Францияға бару арманы. Өзі француз тілінің мұғалімі, ағылшын тілінің. Я, апай, Құдай қаласа барамыз. Сөйтіп Анталияға барғандағы нелерімді, оқиғаларымызды айтып жатырмыз. Мысалы, өздері трансфер шақырып қойған үлкен автобуспен алып кетеді, апарып бізді қыдыртып, теңізді көрдік, кәдімгі Қара теңізді жағалауында. Біздер енді январь айында бардық, тыныштық, жазда уже осы май неден баста, апрельден баста солардың қысы екен. Соның өзінде біздер олимпикамен жүрдік. 18 градус, 16 градус болады екен. Несі ауа райы өте жылы. Күшті керемет магазиндеріне бардық. Кәдімгі таза теріден жасалған киімдердің қалай жасалып жатқандарын, сол жерде өздерінде магазин болса, ар жағында өзінде нелері болады екен. Соларды көрдік мысалға. Арман туралы. Менің баста арманым, ең баста осы Инкруиз компаниясына байланысты арманым, жақсы жетістіктерге жетсем деп армандаймын. Мен жақсы жетістіктерге жетіп, осы нелерді алсам, белестерді алсам, маған бәрі өзі келеді деп ойлаймын. Отбасымен қыдырсам, командамен қыдырсам бірге, өзімнің командамен бірге бару маған ең басты арманым круизға. Сосын осы командамдағы адамдардың бәрі жетістікке жетіп, алтын қалай жағдай, сол адамдардың бәрі толық түсініп, осознанно осы жерде осы бизнесті жасаса деймін. Бұл өте керемет, кәдімгі нағыз бізге қарапайым адамға беріліп тұрған мүмкіндік. Тек бізде шамалы не қылмай жатыр, адамдар түсінбей жатыр бір жағынан. Сосын ақша ғой, енді қайтып айналып келгенде, қай жерге барғанда, ол 115 мың теңге бір көп ақшада, өте аз ақшада емес, бірақ біздің қазалы әсіресе мынадай сеттардан, нелерден шаршап кеткен өте. Айту қиын кейбір адамдарға ше, ой сетпа деп кейбіреу тез айналып кетеді тыңдамай. Кейбіреулер тыңдайды мысалға ше, сондай енді оны қиыншылық деп те айтуға болмайды. Бұл жерде бір жер қазып, я бір не істеп жатқан жоқпыз ғой. Тек информация беру жұмысымыз. Сол менің арманым осы маған сеніп келген командамның бәрі жетістікке жетіп, осы біздің спонсорларымыз алып жатқан белестерді алып, сол спонсорларымызды алып жатқан ақшасын анадай Народный банктан барып, кассадан менің де командамда адамдардың барлығы соны алса деп армандаймын. Сөйтіп, содан кейінгі арманым осы отбасымыз аман болып, күшті жерлерде өзіміздей кәдімгі қарапайым халықтың барып жатқан жері ғой, сол жерге мен де мысалға барсам, отбасыммен барсам, командаммен барсам деп ойлаймын. Туған туысқандарымды, жақындарымды содан кейін барсам деп ойлаймын. Өйткені біздің қатысып жатқан сабақтарымыздың көбісінде айтады, туысқандарға айтпай қойыңыздар дейді, подружкаларға көбіне айтпай қойыңыздар дейді. Олар сіздің жетістігіңізді көріп барып, жаймен өздері келеді дейді, келетін адам дейді. Бірақ командаға әркімге өзінің адамы келеді екен. Мысалға, біреу анаған тіркеліп кетті, біреу мынаған тіркеліп кетті деп атады ғой кейбіреу. Жоқ, олай емес. Өзіңнің адамың келеді екен өзіңе кәдімгідей. Ол кәдімгі біздің адаммен жұмыс жасап жатқан кезде командада өзі басқа да параллельный веткада да сондай жағдайлар болып жатты. Рахмет, Аманкүл апай, көп жетістікке бірге жетейік, круизға бірге барайық, Құдай қаласа. Сіздей апайдың барына осы жерде менің командамда бірге болғаныңызға мен өте қуаныштымын. Сіз керемет лидерсіз, өмірде де үлкен лидер адамсыз. Осы Қазалыда ойып тұрып орны бар үлкен апайымыз біздің Аманкүл деген.
сіздерге таныстырып жатырмын. Осы апайлардың болғанына өте көп мен қуанам. Алтынкүл ол өзі бірден кабинетті бәрін үйреніп алды. Осознанный партнер бізде, өзі карточканы заказ береді. Жаңағы Америкамен сөйлескен кездері бәрінде осы Алтынкүлге барамыз. Алтынкүл американдықтармен сөйлесу керек болып жатыр деп. Мен Анталияға барған кезде бір Суданнан Азиз деген баланың телефоны болды менде. Сол Азизбен сөйлесіп тұрамыз арасында. Енді ол да ойланып жатыр, алдағы уақытта тіркелетін шығар деп ойлаймын. Осы алдағы уақытта командадағы әрбір адамым менің осы жерге келген партнерларым өздері жеке-жеке бір күнде осылай прямой эфирге шығып тұрады деген ойдамын. Шығамыз әрине. Сөйтіп әрі қарай жаңа борт тимге шығып кетеміз. Енді өзі біздің қазақтар өзі жаңағы ақындар айтысына көбіне қазақтар бірінші орын алады ғой біздің. Сол айтыскерлік, не жаңағы ораторство дейді ғой енді. Сол жаңағы біздің информация беруге келеді да, біздің қанымызда бар қазақта. Соны ол жатпайды ол. Мысалға жаңағы жақсы қасиет, жақсы не деген, мысалға біреулер ойлайды ғой, кезінде менің мұғалімім дұрыс болмады, я ата-анам маған дұрыс ықпал бермеді, мен осындай болып кететін едім, осындай болып кететін. Ол олай емес екен. Адамның өзінің не қылатын, Алланың қалауымен өзі сәті болады екен. Мысалға кейбіреулер ойлайды ғой, президентті кінәлайды, біреулер жаңағы үкіметті кінәлайды. Сондай болды. Жоқ, олай емес. Ол әркімнің өзінің уақытымен, Алланың қалауымен өзі белгілі бір уақытта осындай жетістіктерге жетеді екен. Борттимде ма? Борттимде 21 май күні, Құдай қаласа. Қазақ тілді не ашылды бізде, топбасшылар деген сол жерге маркетинг директорден бастап отыр. Региональный директорлар бар, национальный директорлар бар. Өзімізше бізде көбіне қазақ тілде маркетинг тұрады. Соған дайындалуға осы кеше Ләззат шықты. 1 жыл болды өзінің осы инкрузис компаниясы келгеніне, 5 май күні. Бүгін мен осылай не алып, осындай бағыт алып дайындалып жатырмыз. 5 минут уақыт қалыпты. Үлгереміз ба? Үміт. Аумин. Бірге болсын бәрімізге. Осы прямой эфирға шығып үйренейік бәріміз. Алтынкүл, рахмет, аумин. Рахмет, мен де қуаныштымын. Бірінші рет шығып жатырмын енді. Анау кем-кетігі болса өздеріңіз айып етпейсіздер. Рахмет. Үміт оқты. Эфир сақтап қой дейді Үміт.